Енді тағы да айтатын ол Рокфеллер жайлы. Рокфеллер деген өзінің байлығын мұнай сатумен жасады. Америкада отырып мұнай сатты. Сосын сол кісі 1912 жылы дүние жүзіне хабар береді. Біз Федерал Резерв банк тағайындаймыз деп. Содан ақша шығару мекемені мемлекеттің құзырынан бөлек шығарып, оны жекеменшіктікке аламыз деп жар салады. Онымен қоса тағы JP Morgan, Oppenheimer, Krupp тағы да сондай адамдар бар. Енді қарап тұрсаңыз, сол кезде, сол замандағы жағдайда барлық ақшалар әр мемлекеттің құзырында болған. Мемлекеттің өзінің құзырында қазына министрі бар, қаржы министрі. Сол қаржы министрі өзі есептейді, қаншама ақша шығарады, қаншама ақша шығармайды. Және әрбір шығарылған ақшаның құны қаншама. Және сол ақшаның құнын алтынмен немесе күміспен белгілеген. Ал Рокфеллер болса, барлық банкирлерге осындай баяндама жасайды. Мен жеке Федерал Резерв банк шығарам, ол менің жеке меншік мекеме болады, мемлекетке бағынбайды, және ақша шығару міндетін толығымен өзімнің басқарымыма, өзімнің қол астыма аламын деп. Соған енді дүние жүзінде Еуропадағы қаншама банкирлер қарсы шығады. Капитал иелері, ұлттық капитал иелері айтады, бұныңыз дұрыс емес, бұл деген елдің егемендігіне балта шапқанмен тең, біз қарсымыз деп. Сонда Рокфеллер солардың бәрін өзінің мемлекетіне шақырады қонаққа. Бәріміз, сендер келіңіздер, бәріміз ақылдасайық. Сөйтіп, ақылдасып отырып бір шешімге келеміз деп. Солай Еуропадағы барлық өзіне қарсы шыққан банкирлердің бәрін бір кемеге жинайды, және сол кеме Еуропадан Америка қарай жөнеледі. Егер біле білсеңіздер, сол кеменің аты Титаник болатын. Міне осылай әлем капитал өкілдері өзіне қарсы шыққан жауларын Атлант мұхитына батырып жоқ қылады. Ол оқиға 15 сәуір күні 1912 жылы болады. Келесі жылы 23 желтоқсан күні 1913 жылы ақш президенті Вудро Вильсон заң қаулысын шығарады. Сол заң бойынша Федерал Резерв банк өзінің жұмысын істей бастайды. Міне сол күннен бастап Рокфеллер мырза дүние жүзіндегі алғашқы ақша шығара алатын жеке меншік ұйымның бастығы болып тағайындалады. Міне осылай әлем капитал өзінің әрекеттерін нығайтып, әлем жаулауын тоқтатпай жүргізе берді. Енді келесі айтатын мысал. Білесіздер, Атлант пен Тұнық мұхитының екі ортасын қосатын Панама каналы бар. Міне әлем капитал сол кездері Панама деген жер Колумбия мемлекетінің құзырында болған. Ол Колумбияның кәдімгі жері болған. Сонда әлем капиталы келіп, Колумбияға айтады, біз канал салайық деп. Өздеріңіз біліңіздер, салыңыздар дейді. Бірақ сол канал бізге тиесілі болады дейді. Сонда әлем капиталы Колумбия мемлекетінің ішіне іріткі салып, Панама штатын бөлек шығарып алады. Панамаға егемендік береді. Сөйтіп Колумбия Панамасынан да айырылады, каналынан да айырылады. Міне елдің егемендігі деген қайда жатыр. Ал экономикалық соғыстың тәсілдері қандай екенін көре жүріңіздер. Панама егемендігін алады, ал ақш әскері өзінің базасын орнатып, Колумбиядан оны қорғап отырады. Содан кейін 10 жыл құрылыс жүргізеді. 10 жылдан кейін тамыздың 15 күні 1914 жылы Панамада, Панама каналы арқылы алғашқы бірінші кеме жүзеді. Барлығы ақша әлем капиталының қалтасына түседі, сол кемелердің жүргізгеніне. Уақыт өтеді, Панамада президенттер келеді кетеді. Сонымен 1952 жылы Хосе Антонио Ремон Кантера деген президент болады. Сол 3 жылдың ішінде
ақштармен дауласып жүріп, заң тұрғыда Панама каналын толығымен өзінің халқына қайтарады. Және әкелген пайдасының бәрін ел мекеніне, елінің қазынасына қайтарады. Мұны соны жасаған үшін сол кездегі ақш президентінің администрациясы Дуайт Эйзенхауэрлар және әлем капиталының өкілдері 1955 жылы 2 қаңтар күні кешкі 7:30-да Панама президенті Хосе Антонионы атып өлтіреді. Міне осындай құнын төлеп Панаманың каналын өз еліне қайтарған президент болған Панама елінде. Соны біле жүріңіздер. Екінші мысал. Польша 2010 жыл 10 сәуір толығымен мемлекет президентімен қоса самолетпен апатқа ұшырайды. Онысын кездейсоқтық деп айтады, техникалық ахуал деп айтады, бірақ шын мәнінде содан бірнеше апта бұрын Польша өкіметі доллардан бас тартайық деген қаулы шығарады. Соны ұсыныс қып дайындағанын естіген әлем капиталы Ресейде жүрген кезде самолетін құлатып, бүкіл мемлекетінің жоқ қылады. Міне осындай әдістер әлем капиталының қолымен қолданылады. Міне осындай әдістермен олар кез келген мемлекетті жаулап алады. Енді қараңыздар, кім оларға қарсы шығады? Солар осындай әдістермен осындай оқиғаларға ұшырайды. Кім солармен достасады? Солар қыруар ақша табады осы Ротшильд пен Рокфеллердің көмегімен. Солардың бірден бір мысалы өздеріңіз білесіздер, 2016 жылы 23 маусымда Брексит деген оқиға болады. Ұлыбритания халқы дауыс жүргізіп, дауыс жинап, Еуро одақтан шығамыз деп есептейді. Сол кезде біздің ұлттық банк Англияның фунт стерлингіне ақша тігеді. Және Брексит болады, Англия Еуропадан шығады деген кезде доллар құлдырай түседі. Міне сол доллардың құлдырауының арқасында біздің ұлттық банк 30 миллиард доллардан артық ақша жинап алады. Міне қараңыздар, оны газет журналдардан, әсіресе Қазақстанның ішінде ешкім айтпайды. Бірақ біздің ұлттық банктың қашан сол Форекс рыногына ақшаны тігіп, қашан сол ақшаны алып шығуын өздігімен қайдан біледі? Демек олардың құлағына біреу сыбырлады. Ол сыбырлай алатын, сондай ақпаратты білетін бірден бір адам ол Ротшильд өкілдері. Міне солар біздің ұлттық банкке көмектесіп 30 миллиард доллардан артық ақша жинауға көмектесті. Міне осындай әлем капиталының әдістемелерінің айта берсек, мысалдары өте көп. Олар осы мысалдармен бүкіл дүние жүзін жаулап алып жатыр. Бірақ соларға қарсы тұрарлықтай әдістемелер бар. Оларды да оп-оңай жүзеге асыруға болады. Оны келесі бейне жазбаларда айта жатармыз. Осымен бүгінше тамам. Қош сау болыңыздар, ағайын.